Қош келдіңіздер, құрметті Жайкод арнасының көрермендері. Біз бүгін Астана қаласындағы iTube медиа платформасының офисіндамыз. Біз бүгін бұл жерде ішін, сыртын және де жұмыс орындарын түсіретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Достар, бұл бізде iTube кеңсесінде жұмыс істейтін қызметкер. Өзін жайлы таныстырып кетсеңіз. Сәлем, мен есім Айнұр Искакова. Мен BTS Digital компаниясының коммуникация жөніндегі басшысымын. Қазір біздің офисіміз қандай екенін көресіздер, және де барлық продукттарымыз туралы айтып беремін. Жақсы. Біздің офисіміз осы 6-шы этажда орналасқан. Бұл Астанадағы Даунтаун деген атты бизнес мекемесі. Және де осы комплекстің атауы Дубай деп аталады. Негізінде бұл жерде бірнеше комплекс бар. Олардың атаулары осындай үлкен қалаларға сәйкес болып тұр. Біздікі енді Дубай. Бізде кішігірім 2 конференция бар. Бізде осы офис open space болғандықтан, кейбір кезде бір жеке сөйлесу керек болғанда, ешқандай бөгет жасамас дегенде, осындай кішкентай конференц-румда біздің жұмыскерлеріміз отыра алады. Ал бұл жері не? Айтып кетсеңіз. Біз қазір 6-шы этажға көтерілдік. Мына біздің кіре берісіміз. Бұлай көрсеңіз бірден көрініп тұр, осы IT компания орналасқандығы. Өйткені диванның қасында бізде баланспорт бар. Ол баланспортты біздің жұмыскерлеріміз жай келсе 5 минуттық демалыста қолдану үшін, шамалы бір ойнап, күліп дегенде қолданады. Это дербес компьютерлер көп. Оны сіздер бересіздер? Иә. Біздің офисіміз кәдімгі толығымен не керек екенін барлығын біліп алып, мысалы осы дизайнерге мысалы көбінесе MacBook ыңғайлы жұмыс береді. Оларға сондай MacBook'ты таратады. Сосын мысалы IT мамандарға, разработчиктер дегенде, оларға мысалы Microsoft болған ыңғайлы, Windows болған ыңғайлы, Windows болған ыңғайлы. Сондықтан оларға HP мықты жақсы компьютерлерді береді. Ең жақсы көретінім офистағы осы біздің стеліміз. Ол көтеріледі, төмендейді. Көрсетіп кетсеңіз. Өте ыңғайлы болады. Мысалы, мен өзім тұрып жұмыс істегенді ұнатамын. Өйткені фокус жұмыс істегенде, текстпен жұмыс істегенде фокусым жақсы болады тұрып тұрғанда. Және тез жұмыстарды бітіріп тастайсың. Және пайдалы, егер отыра берсеңіз. Сол барлық ыңғайлықтар бар. Және де осы біздің офиста көретін болсаңыз, тағы бір қызықты конференц бөлмеміз. Біз оны аквариум дейміз. Аквариум? Жиі болады ма сіздер жиналыстар? Негізінде өте жиі. Өйткені бізде жартысынан көп жұмыскерлер онлайн болғандықтан, олармен күнде сөйлесу керек. Жалпы жобалардың қазір мерзімі қандай, қалай орындалып жатыр, қиындықтар бар ма, соны күнде білу керек. Өйткені бір-бірінді көре алмағандықтан сөйлеспесең қиын болады. Егер де күнделікті қарым-қатынаста болмаса, онда біз мысалы бір қиындықтарға ұшырай аламыз. Мүмкін сосын ол әр адамның мінез құлқына байланысты. Кейбір адамдар интроверттер болады. Бір проблема болса, олар ашық шығып келмейді, айтпайды, сосын сен оны білмейсің де не болып жатыр. Пассивті түрде болады. Иә. Бірақ енді күнделікті күндер хабарласып тұрсақ, қалай жұмыс болып жатыр ма, проблема бар ма, не істеп жатсың дегенде, онда біз
мерзімінде жұмыстарымызды тапсырып отырамыз. Өйткені IT компания дегенде енді қосымшаларды күнделікті қолдау керек, жаңа релиздер, жаңа осы бір жаңарту керек, функцияларды енгізу керек. Сол себептен барлық командамен күнделікті хабарламада болуға өте маңызды. Келер жаққа көшейік. Бұл осы компаниямыздың аты Астана.js деген ол біздің инициативамыз, конференцияны өз бастағанбыз. Астана.js? Сонда JavaScript тілін қолдайсыз ба әлде? Қолдаймыз. Бізде әртүрлі қосымшаларға байланысты әртүрлі языки программирования қолданылады. Golang та бар, барлығы қолданылады. Бірақ мен ол сұрақтарда онша мықты емеспін, өйткені мен жұмысым коммуникацияларға байланысты. Жақсы. Мына бізде доска, иә? Бізде өте көп, өйткені осы қарап тұрсаңыз, көптеген командалар офлайнда жиналады. Кейбір кезде қиын мәселелерді талқылауды офлайн форматта жеңілдеп өткізу. Сондықтан олар кейде уақытын белгілеп офисқа жиналады. Сосын осы ақ тақташаның алдында сұрақтар талқылайды. Жақсы, бірақ маған ең маңызды бір сұрағым бар. Көрсетсем? Сіз жүрсеңіз қазір. Бұл жерде ең қызығы мен осы костюмін көріп тұрмын. Көгершін ғой ол? Иә. Ол нені білдіреді? Сіздердің әлеуметтік желілеріңізде осындай суреттер тұр, айтыла түскен. Бұл кім және де нені білдіресің, айтып кетсеңіз? Иә, бұл біздің көгершініміз, оның есімі Көк. Көк. Оның інісі бар, Гершін деген есімі. Бірге олар көгершін. Бұл сол саудада шыққан костюм ғой, әлде өздеріңіз жеке істеттіңіздер? Біз оны жеке істеттік. Арнайы видеоға жасатқанбыз, бірақ сосын оны біз кәдімгі маскот қылдық. Ол iTube'тың қазір айтады ғой, лицо компания, брендтің тұлғасы, беті дегендей болатын болды. Өйткені ол iTube'тың көңіл күйін, tone of voice дегенді жақсы береді. Өйткені біз осы жастарға арналған қосымшамыз, біз осы Қазақстандағы жасалатын контентті қолдаймыз, және осы контент-мейкерлерді қолдайтын дейміз. Негізінде біздің үлкен фокусымыз ол осы Қазақстандағы жасалатын күшті нәрселер және талантты адамдар. Сондықтан бізде көгершін деген енді Алматының символ сияқты болғандай, видеороликті көп базарда түскендіктен солай осы қалып қойды бізде маскот болып. Біз оған байланысты сосын стикерлер жасадық, телеграмда стикерлер жасадық. Ол кәдімгі өзімен өзі өмір сүретін болды. Жақсы. Енді басты кесе көшейік. Бұл жерде жалғасы сонда? Иә, жалғасы. Опенспейстің жалғасы. Көріп тұрсаңыз, біз PlayStation'да қойдық, әлі қосқан жоқпыз. Сосын ең ұнайтынымыз осы офиста бізде қарап көрсеңіз өте көп өсімдіктер бар. Иә, байқадым. Оған арнайы қарайтын бізде кісі бар, сол осы бүкіл уақытынды үнемдеп кәдімгі тамаша қарайтын административный персоналымыз бар. Ол осы кәдімгі IT компанияларда өте жиі кездесетін. Бізде бірінші сіз осы кірген берде
кофе қордан көрген шығарсыз. Иә. Сол біздің компания күнделікті осы кофені толтырып тұрады. Әртүрлі түрлері бар. Зерновой дейсіз бар, бірден дайындалатын барлығы бізде бар. Шай да бар, өйткені Қазақстанда енді шайды көп ішеді. Сондықтан бізде шай, кофе деген брейк өте қадағаланып тұрады. Кейбір кезде әр жұма күні біздің осы офиста болатын коллегаларымыз бір тәтті алып келеді өздері үйінен. Сосын оны біз негізінде онлайн чат бар. Барлық осы 200-ден астам адам бір каналда отырады. Сосын жұма күндері күнде көріп тұрасың. Бүгін мен сіздерге торт алып келдім, соны тамашалаңыздар деп. Соны бірігіп отырасыздар, тойлап. Сіздер бұл жерде мереке өткізесіздер ме? Ең соңғы осы өткізген ол Наурыз мейрамы болды. Наурыз. Сол Наурыз мейрамын тойлауға біздің жұмыскерлеріміздің жанұясылар да қатысты, балалары да келді офиске. Біз барлығы жабылып плов, бауырсақ, барлық тағамдарды алып келдік үйден, дастархан жайдық. Және де кішігірім бір ойындар болды. Мына мысалы бізде жұмыскерлердің жабылып балалар бірге осындай сурет салды. Қолдан жасаған? Қолдан жасаған. Жақсы екен. Қосылып, осындай бір сурет жасады. Бүкілі біз? Сізге. Рахмет. Біздің осы көк деген көгершініміз. Сосын осындай стикерлерді біз осы біздің жұмыскерлерімізге таратқанбыз. Өйткені олар мотивационды. Және мысалы олар біздің қандай культурамыз бар офистегі. Мысалы неформальный четверг деген, кодтың маңыздысы, немесе тағы бір мына жерде біздің онлайн жұмыс істейтініміз белгілі болады. Немесе осындай культура деген, егер бір айтқан ұсыныс жақпаса, оған бір нәрсе сен тағы да бір нәрсе енді ұсыну керексің. Сондай бір осы культураны стикер арқылы трансляция жасаймыз. Достар, егер де сіздерге осындай стикерлер керек болса, осы видеоның астына бір керемет комментарий жазып кетсеңіз, біз сіздерге осы стикерлерді береміз. Рахмет стикер үшін. Қазір біз конференцияға өтеміз. Үшінші, төменде сіз екі кішкентай көрдіңіз, ол переговорка сияқты. Бірде 3-4 адам жиналғанда сол жерге барады. Ал мынау енді шамалы үлкенірек. Бұл жерде бізде сол аквариумдағындай телевизор, бұл жерде жиналыстарды өткізеді сияқты. Сосын қарап көрсеңіз, бұл жерде бізде тағы өте көп ойындар бар. Настольные игры өте көп. Өйткені біздің коллегаларымыз осы жұма күндері кешке жиналып ойнауды жақсы көреді осы жерде. Солар неформальный пятница дегеніміз бар. Солай уақыт өткізеді. Жақсы екен. Бұл да настольный игра ма? Әлде жай кітап? Көптеген біздің коллегаларымыз кітаптарды алып келеді. Букшеринг дегендей. Кез келген кітапты алып келеді, қалдыра салады. Кім оны қызықтырса, сол өзіне алып оқиды, сосын қайтадан орын алып келеді. Жақсы, түсінікті. Бұл полкаларда марапаттау дипломдары. Және осы кітаптарды алып келді тағы да. Жақсы екен. Бұл айтудың марапаттау грамота бар ма? Әлде жеке басқа проекттердің қағаздары ма? Бұл жерде біз көрсеңіз, мысалы Моби Event 19 деген конференцияда қатыстық, және сол жерде BTS Digital партнер болған. Соған рахмет алғыс қағазы берілген. Және мына жерде біздің CEO-мыздың
генеральный директор компаниясының жеке марапаттамасы бар. Біздің компания сосын жұмыскерлеріміз КВН-де қатысты. Иә, екінші орын алды. Сосын тағы да бір екінші орын алған. Футбол ойнайды. Футбол? Ага. Біздің осы коллегаларымыз ковидқа дейін өте көп офлайн шараларға қатысатын болатын. Және осы командалар жиналатын болды. Мысалға, осы әр сейсенбі, бейсенбі күндері бізде кешке футбол, баскетбол, волейбол өтеді. Солар командалар болып, прям жиналып, күнде осы ойнайды. Және осындай неформалды конкурстарда қатысып, бір орындар алады. Сіз барың осы жерде жинап алаңыз. Түсінікті. Бұл жерде басқа кітап, ойындар, сағат. Түсінікті. Сонда бізде неформальный конференц-зал дейміз. Жиналып, ойнап, күліп, кешкілікті уақытты бірге өткізетін жер. Ал достар, осы бейнеролик енді қорытындылап кетейік. Жалпы офисті көрдік, жақсы. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, видео астына жазып кетіңіздер. Ал сізге Айнұр ханым, рахмет. Осы офиске шақырып, рұқсат бергеніңізге. Әрине де айту желісіне кіріп, жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сол айтатын сізге айтатын сөзім, ауыз сөздерім бар. айту желісі және де басқа өнімдеріңіз дамый берсін. Тек қана алдыға басып жүре беріңіз. Артта қалмаңыз, бір орында қалмай алдыға басып жүре беріңіз. Жалпы айту желісі тек қана біздің елімізде емес, басқа елдерде дамып өсе берсін.